Құрметті білім алушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тау-кен кәсіпорнын салудың дайындық кезінде атқарылатын жұмыстар. Бұл презентация тау-кен кәсіпорнын салу кезіндегі дайындық жұмыстарының маңыздылығы мен кезеңдерін қамтиды. Кіріспе жобаның мақсаты мен өзектілігі. Тау-кен кәсіпорнын салу күрделі әрі ұзақ процесс. Ол мұқият жоспарлауды және жан-жақты дайындық қажет етеді. Бұл жобаның басты мақсаты осы дайындық кезеңдерін толыққанды қарастыру, олардың маңыздылығын атап көрсету және тиімді іске асырудың негізгі аспекттерін түсіндіру. Өзектілігі жобаның сәттілігінің негізі ықтимал тәуекелдерді азайту, экологиялық және әлеуметтік талаптарға сай болу. Дайындық жер учаскесін таңдау және зерттеу. Тау-кен кәсіпорнын орнату үшін дұрыс жер учаскесін таңдау жобаның өміршеңдігі және табыстылығы үшін шешуші фактор. Географиялық орналасуды талдау, кен орнына жақындық, көлік инфрақұрылымына қолжетімділік және аймақтың экономикалық әлеуеті ескеріледі. Топырақ және гидрогеологиялық зерттеулер, топырақтың құрамын, жер асты суларының деңгейін және олардың кен орнына әсерін анықтау. Жерді пайдалану карталары, ауыл шаруашылық жерлері, орман алқаптары, елді мекендер сияқты шектеулі аймақтарды анықтау. Техникалық зерттеу, геологиялық барлау жұмыстары, кен орнының геологиялық құрылымын, минералдық құрамын және қорларды дәл анықтау тау-кен жобасының негізі. Бұрғылау және сынамалау, геологиялық үлгілер алу және олар зертханалық талдау. Геофизикалық зерттеулер, жер асты құрылымдарын анықтау үшін сейсмикалық, магниттік және электрик әдістерді қолдану. Кен қорларын есептеу, барлау деректері негізінде кен қорларының көлемін және сапасын анықтау. Кен орнының моделін құру, 3D модельдер арқылы кен орнының геологиялық және минералдық құрылымын визуализациялау. Жобалау, сметалық құжаттаманы әзірлеу. Бұл кезеңде кәсіпорынның техникалық және экономикалық негіздемесі дайындалады. Бірінші технико-экономикалық, екінші инженерлік жобалау, үшінші жобалық келісім, төртінші сметалық құжаттама. Жобалық құжаттама құрылыс жұмыстарының барлық аспекттерін қамтиды. Оның ішінде өндірістік қуаттар, технологиялық процестер, қауіпсіздік шаралары және қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық және әлеуметтік бағалау. Тау-кен кәсіпорындарының қоршаған ортаға және жергілікті халыққа әсерін бағалау өте маңызды. Қоршаған ортаға әсерді бағалау, су, ауа, топырақ ластануы, биоәртүрлілікке әсер және қалдықтарды басқару шаралары қарастырылады. Әлеуметтік әсерді бағалау, жұмыс орындарын құру, жергілікті тұрғындардың денсаулығына әсері, мәдени мұраны қорғау мәселелері талданады. Тұрақты даму стратегиясы, кәсіпорынның экологиялық және әлеуметтік жауапкершілігін қамтамасыз ететін шаралар жоспарланады. Қаржыландыруды жоспарлау және инвестицияларды тарту. Кез келген ірі жоба сияқты тау-кен кәсіпорнын салуда ауқымды қаржылық инвестицияларды қажет етеді. Бизнес жоспар жобаның экономикалық тиімділігін, шығындарын және кіріс көздерін егжей-тегжейлі сипаттау. Инвестициялық ұсыныстар, әлеуетті инвесторларға арналған тартымды ұсыныстарды дайындау. Қаржылық модельдеу, жобаның әртүрлі сценарийлерге қаржылық көрсеткіштерін болжау. Банктермен және қаржы институттарымен келіссөздер, несиелер мен басқа да қаржыландыру түрлерін тарту. Рұқсат құжаттарын алу. Құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын барлық қажетті рұқсаттар мен лицензияларды алу міндетті. Бірінші, мемлекет орындарының рұқсаттар. Құрылысқа, жерді пайдалануға, экологиялық қауіпсіздікке және өндіріс қызметке рұқсаттар. Лицензиялар. Тау-кен өндірісіне және қазба байлықтарын пайдалануға арналған арнайы лицензиялар. Жергілікті билік органдарымен келісімдер, жергілікті қауымдастықтармен және жер иелерімен келісімдер мен рұқсаттарды рәсімдеу. Инфрақұрылым дайындық. Кәсіпорын үздік жұмыс істеу үшін қажетті инфрақұрылым тұру немесе жаңғырту. Жолдарды салу немесе жаңғырту, кен өнімдерін тасымалдау және жабдықтар ету үшін тиімді көлік желісін қамтамасыз ету. Электр желілерін және энергиямен жабдықтау, өндірістік процестерді жарықтандыруды және тұрмыс қажеттіліктерді қамтамасыз ету. Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері, техникалық және ауыз сумен қамтамасыз ету, сондай-ақ ағынды суларды тазарту. Қорытынды, сәтті жобаны іске асырудың кепілі.
тау-кен кәсіпорнын салудың дайындық деңгейлерінің мұқият орындалуы жобаның табысты іске асырылуының кепілі болып табылады. Жоғарыда аталған барлық жұмыстарды сапалы жүргізу арқылы ғана экономикалық тұрғыдан тиімді, экологиялық қауіпсіз және әлеуметтік жауапты кәсіпорын құруға болады. Бұл кезеңдерде елемеу немесе қателікті жіберу жобаның кешігуіне, қосымша шығындарға және тіпті тоқталуына әкелуі мүмкін.